Сәлем, бұл ұбт академиясы, мен есімім Абылай Ахметқали, және бүгінгі сабақта біз 10 нұсқада кездескен қаңтар есептерін шығарамыз. Ол варианттар қандай? 50-00 деген варианттан бастап, 50-10 деген вариантқа дейін. Жақсы ма? Оның арасында 50-01 деген вариант менде болмай қалды. Сонда бізде тура 10 нұсқаның ішінде кездескен есептерді қайталаусыз талдап өтеміз. Ішінен қайталанатын есептерді алып тастадым. Мынандай есеп. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз. 144, 121, 100, 81, 64. Бұл не деген сөз? 144 деген 12-нің квадраты. 121 деген 11-нің квадраты. 100 деген 10-нің квадраты. 81 деген 9-нің квадраты. 64 деген 8-нің квадраты. Демек, келесі санымыз бізде 7-нің квадраты, яғни 49 деген сөз. Түсінікті ғой, ә? Келесі. Су қоймасында қаздар мен үйректер жүзіп жүр, ондағы қаздар үйректердің 50%-не тең. Су қоймасында жүзіп жүрген үйректер қаздардың неше проценті? 200% деген сөз. Егер ағай мынау түсініксіз дейтін болсаңдар, жазып көрсетейін, қараңдар. Қаздар үйректердің 50%-не тең. Қаздар үйректердің 50% дегеніміз 100-ден 50-ге көбейттік деген сөз. Басқаша айтқанда, ол үйректердің жартысына тең деген сөз. Енді бізге айтады, үйректер қаздардың қандай бөлігін құрайды десе, тең екен 2q. Енді 2 дегеніміз 100-ден қанша деген сөз? 100-ден 200 деген сөз. Яғни процентмен қиналатын болсаңдар, осылай жазып көру керек. Көрінбей тұр дейтін оқушылар. Слайд дегенді басындаршы. Сонында үйрететін болдық па? Еш қиындығы жоқ. Мен қазір көздерінше көрсетемін. Міне, мат сауаттылық дегенге бастым. Так. Міне менде кликмитинг ашылып жатыр. В мобильном приложении дедім. Участвовать дегенді бастым. Міне, бәрі де әп-әдемі көрініп тұр. Егер сізде көрінбесе, мүмкін интернетіңіз әлсіз шығар. Так, все, мен мына жақтан кликметиктен шығып кетем. Енді мені мазаламайық, жақсы ма? Таза есеп шығарумен айналысайық. Бақта 3 көбелек, 2 ара ұшып жүр. Гүлге бірінші болып араның қону ықтималдығын табыңыз. Ықтималдықтың формуласын білетін шығарсыздар. К бөлінген N. К дегеніміз бізге қолайлы жағдайлардың саны, N дегеніміз бүкіл жағдайлардың саны. Мұндағы бізге қолайлы болып тұрған аралардың саны 2. Бүкіл жағдайлардың саны 3 көбелек және 2 ара, яғни 5. Демек, ықтималдығы 5-тен 2 екен. Келесі есеп. Таспақа қандайды бір уақыт аралығында 4 км жолды жүріп өтеді. Егер оның жылдамдығын 2 км сағатқа арттырса, онда осы уақыт аралығында ол 4 км-ге артық жол жүреді. Бұл не деген сөз? Бұлай 4 км жүреді. 2 км сағатқа арттырса, тағы да 4 км жүреді. Яғни, сол уақыт аралығында 2 есе көп жүрді дейді. Демек, егер оның жолы 2 еселенетін болса, демек жылдамдығы да 2 еселенді. Сонда бізде 2 км қосылған болса, оның алдындағы жылдамдығы да 2 км сағат болған екен. Таспақа бастапқыда қандай жылдамдықпен қозғалғанын табыңыз? 2 км сағат. Түсінікті ғой, ә? Келесі. 6 адамды кезекке неше тәсілмен қоюға болатындығын табыңыз. Бұны комбинаторика білетін адамдар бірден шығарады. P6, 6 факториал, ол тең екен 720. Осы түсінікті ме? P6 дегеніміз ол алмастыру, немесе перестановка дейді орысша айтқанда. Келесі есеп. Айдана әрбір құрбысына 2 кәмпиттен берсе, 2 кәмпит артық қалады. Егер 3 кәмпиттен берсе, 2 кәмпит жетпейді. Айдананың неше құрбысы бар екенін анықтаңыз. Құрбыларының саны n болса, 2 кәмпиттен берсе, 2 кәмпит артық қалады. 3 кәмпиттен берсе, 2 кәмпит жетпейді деген сөз, яғни 3n минус 2 дейміз. Ол тең екен 2n плюс 2. Ой, керісінше. 3n плюс 2 тең екен 2n минус 2. Ой, тоқтаңдар.
Дұрыс істеппін басында, иә. Аха. Үшеуінен беретін болса, екеу жетпей қалады. Яғни сол басындағы оның компьютер саны 3n-2 екен. Екеуден беретін болса, екеу артық қалады. Сонда 3n-2 дегеніміз n, ол тең екен 4-ке. Айданың неше құрбысы бар екенін анықтаңыз. 4 екен. Сонда ода компьютердің саны 10 штук. 10 компьютті үшеуден берсе, екеу жетпей қалады. Ода үшеуден беру үшін 12 компьют болу керек. Егер екеуден беретін болса, 8 компьют шықты, плюс екеу бос қалып қалады. Түсінікті ғой, иә? Келесі А 10, Б теріс сан, ал С 0-ге тең екен. АБ қосу БЦ қосу АС саны жатқан аралықты табыңыз. С бізде 0 болғандықтан БЦ 0, АС 0 болып кетеді. Енді АБ-ны табу керек. АБ деген плюс көбейтілген минус. Демек ол минус деген сөз. Минус ол қай жақта жатады? Минус шексіздіктен 0-ге дейін. Осы түсінікті ме? Минус шексіздіктен 0-ге дейін екен. Так, МС-35 сәлем дейді. Сәлем, Темірлан. Келесі, футбол ойыншыларының футбол алаңында бір ойын уақытында жүгірген қашықтықтары берілген. Роналдо 14,2 километр, Месси 12,5 километр, Рамос 10,7 километр, Пике 13,6 километр, Бензема 8,3 километр. Ойыншылар жүгірген қашықтықтарының арифметикалық ортасы мен өзгеріс ауқымының айырмасын табыңыз дейді. Ол үшін жай ғана бәрін қосып ойыншылардың санына бөлеміз, сол кезде арифметикалық ортасы шығады. 14,2 қосылған 12,5, қосылған 10,7, қосылған 13,6, қосылған Бензема 8,3. Сонда 59,3 шығады екен. Ойыншылардың саны 1, 2, 3, 4, 5. Мынаны 5-ке бөлеміз, 11,186 шықты. 186. Енді осыдан азайтамыз. Өзгеріс ауқымы дегеніміз ең үлкен сан 14,2 минус 8,3. Сонда 5,9-ды азайтамыз. Так. Сонда нәтижесінде 5,196 шықты. 5,196 шықты. Заңдылықты түсіндіресіз бе ағай дейді. Қандай заңдылық, мөлдір? Білімдеріңізге кепілдік келтірмеймін. Ответ жазбаңыздақшы, ағай өзі түсіндірсе дейді. Керемет, Зарина. Так, өзгеріс ауқымын түсіндіре аласыз ба дейді. Нұрым, өзгеріс ауқымы дегеніміз ең үлкен сан мен ең кіші санның айырмасы. Біздің жағдайда ол 14,2 минус 8,3 деп есептейміз. Сонда 5,9 шығады. Арифметика орта дегеніміз бүкіл сандардың қосындысын сандардың санына бөлеміз. Жақсы ма? Хорошо. Келесі. Компания телефон байланысы төлемдерінің екі түрлі тарифін ұсынып отыр, көмек және тиімді тарифтері. График бойынша көмек тарифін қолданған кезде абонент 280 теңгемен қанша минут сөйлесе алатындығын анықтаңыз дейді. Оны қалай анықтаймыз? Көмек тарифі дегеніміз осы. Так. Көмек тарифі дегеніміз осы. Енді 280 дегеніміз қайсына сәйкес келеді? 280 дегеніміз міне 320 мен 240 дәл ортасында тұр. Енді мына көмекке сәйкес келетін қарайтын болсақ, минуттарын қарайтын болсақ, 60 пен 80-нің қақ ортасы 70 минут екен. Осы түсінікті ме? Тура 70 минут сөйлесе алады екен. Келесі. Кестеде баспаханадан соңғы 3 айда шыққан ашық хаттар саны көрсетілген. Құттықтаймын, мерейтойынмен және туған күнінмен. Желтоқсан айында басылған ашық хаттар санын анықтаңыз дейді. Біріншісі, желтоқсан айындағы құттықтаймын ашық хатының саны алдыңғы 2 айдағы жалпы тиражын 3/1 тең. Қазан және қарашаға қарайық. 730 қосу 800, 1530. Енді осыны 3/1 тең десе, 1530-ды 3-ке бөлеміз, 510 екені шығады. Келесі, желтоқсан айындағы мерейтойынмен ашық хатының саны алдыңғы 2 айдағы жалпы тиражын 40%-не тең. Енді 840 қосылған 880 деп қосатын болсақ,
Сонда 1720 деген шығады. 1720-ның 40%-ын қалай табамыз? 1720 көбейтілген 100-ден 40 дегеніміз 5-тен 2-ге тең екен. Осы түсінікті ме? Сонда 688 шығады екен. Осы кімге түсінікті? Мынаны 5-ке бөлген кезде 344 шығады, 2-ке көбейтсек 688. Келесі, желтоқсан айындағы туған күнінмен ашық хатының саны алдыңғы 2 айдағы жалпы тиражының арифметикалық ортасына тең дейді. 925 пен 1005-тің арифметикалық ортасын қалай табамыз? Екеуін қосып 2-ке бөлеміз. Сонда 965 шығады екен. Осы кімге түсінікті? Так, сонда мына жақта 510-ны жоқтарын өшіреміз. Одан кейін 688 дегені жоқтарын өшіреміз. Одан кейін 955 дегенді өшіреміз. Міне, А жауабы дұрыс жауап екен. 510, 688, 965. Таблицада Айналайын сүт фабрикасының 5 күндегі сүт өндіру көлемі көрсетілген. Осы уақыт аралығында өндірілген сүт мөлшерінің өзгеріс ауқымын табыңыз. Өзгеріс ауқымы дегеніміз ең үлкен сан мен ең кіші санның айырмасы. 30 минус 15, 15-ті береді екен. Келесі. Диаграммада балабақшадағы бір топтың балаларының салмақтары көрсетілген. Балалардың орташа салмағы қандай екенін табыңыз. Негізі мына жақта үлкен қателік бар. Физиктер болса түсінеді. Салмақ килограмммен өлшене ме? Килограмммен өлшенетін ол масса. Ал салмақ дегеніміз не? Ол ньютонмен өлшенеді. Мына жақта кәдімгідей жорстко қателескен. Масса деу керек. Енді балалардың орташа массасы қандай екенін табыңыз. Мен сендерге 2 жолын ұсына алам. Бірінші жолы кәдімгідей сендер мектепте үйреніп қалғандай есеп мына сандардың бәрін қосып, сандардың санына бөлу, 8 санды қосамыз, 8-ге бөлеміз. Енді менің авторлық әдісімді көрсетейін. Мен оны эталондар әдісі деп атап қойғам. Арифметикалық ортаны табуға қатты көмектеседі. Кез келген бір санды бекітеміз. Мысалы, арифметикалық ортасы 20 деп ала салатын болсақ. Или, давайте, 21 дейін. Арифметикалық ортасы 21 деп бекітіп қояйын. Шамамен осындай болады деп. Одан кейін, енді мына бүкіл сандарды 21-ге қатысты қаншаға ауытқығанын есептейміз. 20 дегеніміз 21-ге қарағанда ол минус 1. 22 дегеніміз ол плюс 1. 21 дегеніміз 0. 17 дегеніміз минус 4. 24 дегеніміз ол плюс 3. 19 дегеніміз минус 2. 24 дегеніміз плюс 3. 23 дегеніміз ол плюс 2. Осы жерге дейін барлығы түсінікті ме екен? Бөлінген сандар саны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осылай сандардың санына бөле саламыз. Сонда не шықты? Мына жақта минус 1 мен плюс 1 жойылды. Одан кейін минус 2 мен плюс 2 жойылды. Одан кейін не байқадық? 21 қосылған. Мына жақта минус 4, қосу 3, қосу 3. Яғни 2 деген сөз. 2 бөлінген 8 дегеніміз ол 4-тен 1. Басқаша айтқанда 21 бүтін 100-ден 25 екен. Орташа массасы 21 бүтін 100-ден 25. Осы әдіс кімге түсінікті? Ең қызығы, мына әдісте біз кез келген санды бекіте аламыз. 20 дейміз бе, 21 дейміз бе, 22 дейміз бе, өзіміз білеміз. Мысалы, біреу айтуы мүмкін, ағай, мына жақта 21 деген әдейі ыңғайлы сан алдыңыз, басқа сан алсақ шықпайды деп. Проблема жоқ, 22 деп бекітейік. 22 қосылған. 20 дегеніміз 22-ке қарағанда минус 2. 22 деген 0, 21 деген минус 1, 17 деген минус 5, 24 дегеніміз плюс 2, 19 дегеніміз минус 3, 24 деген плюс 2, 23 деген ол плюс 1 деп
аламыз. Енді көрейік. Минус 2 мен плюс 2 жойылды. Одан кейін минус 1 мен плюс 1 жойылды. Енді мына жақта не қалды? Минус 5, минус 3, яғни минус 8, плюс 2, яғни минус 6. Сонда 22 минус 6 бөлінген 8. Басқаша айтқанда 4-тен 3. Ол дегеніміз 21 бүтін 4-тен 1, немесе 21 бүтін 125-ті береді. Осы түсінікті ме? Жай ғана бір санды бекітіп қоямыз, плюс дейміз, бөлшек сызығын сызамыз, бөліміне сандардың санын жазамыз, ал мына осы сандардың біз бекітіп қойған санға қатысты ауытқуларын жазып шығамыз. Қаншаға артық немесе қаншаға кем деп. Егер сол саннан кіші болса, қаншаға кіші? Минус 2 дейміз. 2-ге кіші болатын болса. Артық болатын болса, қаншаға артық? Мысалы, 2-ге плюс 2, плюс 2, плюс 1 деп. Түсінікті ме? Келесі, Данияр шақбақты сағат 11:30-дан бастап сырлай бастады. Суретте сырланған бөлікті 12:00-де бітірді. Қалай 4-тен 1 болып кетті ағай дейді? Білмейтін болсақ, онда айтайын, қараңыз. 22 минус 4-тен 3. Егер мынау қалай 21 бүтін 4-тен 1 шыққаны түсініксіз болса, хорошо, былай көрсетейін. 21 қосу 1 минус 4-тен 3. 1 бөліктен 4-тен 3 бөлікті азайтса не шығады? 4-тен 1 бөлік шықпай ма? Дұрыс па? Зарина? Мынау дегеніміз 4-тен 4. 4-тен 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 3-ті азайтамыз, 4-тен 1 шығады. Сонда мынау 21 бүтін 4-тен 1 немесе 125 шығады екен. Мына жақта осы қарқынмен жұмыс істесе, ол жұмысын нешеде аяқтайтын табыңыз. Мына жақта батареяның шақбақтың 4 бөлігі боялған екен. Енді бізде жалпы шақбақтың бөліктері нешеу, секциялары. Тағы да осындай 4 бөліктен 2 бар екен. Сонда ол бір мынандай секцияны жарты сағатта бітірген болса, мынаны тағы да 1 сағатта бітіреді екен. Демек, сағат 12-ге 1-ді қосатын болсақ, 13:00 деген уақыт шығады екен. Осы кімге түсінікті? Керемет. 4 бөлік қайдан шықты дейді? Құдайым-ау. Пифагор теоремасының дәлелдеулерін көретін болсақ, үнділер оны қалай дәлелдеген? Ескі, көне біздің заманымызға дейін 3000 жыл бұрынғы көне үнді манускрипттерін көтеретін болсан, о жақта мынандай ғана қарапайым жазу бар. Қара деп қойған. Яғни көзінді ашып қара деп қойған. Біздің заманымызға дейін 3000 жыл бұрын осындай бір методиканы білген екен. 4 бөлік қайдан шықты? Мына жақта санаймыз 1, 2, 3, 4. Тура осындай. 1, 2, 3, 4. Тағы да жарты сағат. 1, 2, 3, 4. Тағы да жарты сағат. Демек, 12:00-ге 1 сағатты қосамыз, сонда 13:00 болған кезде осы жұмысты аяқтайды екен. Оппа. Так, түсінікті ме? Ағай, маған тура осы есептер келді, нұсқам 0,7 болған еді дейді. Хорошо, бүгінгі сабақта біз 5,0,0,0 деген нұсқадан бастап 5,0,1,0 деген нұсқаға дейін кездескен есептердің бәрін талдаймыз. Сыныптағы қыздар саны олардың 50%-на тең екен. Олардың саны қыздардың неше пайызын құрайды? Тура қаздар мен үйректердің есебі сияқты 200% дейді екенбіз. Так, не үшін 250% Нурила? Мен қаздар мен үйректердің есебінде көрсеттім ғой. 250 емес, 200% Нурила. 200%. Суретте берілген фигураның ауданын табыңыз. Бұл фигураның ауданын қалай табамыз? Үлкен тікбұрышқа дейін толықтырамыз. Содан кейін мына 2 шаршының аудандарын азайтамыз. Ол не деген сөз? Мына жақта 2, 2, 2, 2 деген сөз, бәрі бірдей болып тұр. Сонда мынау 6-ға 2-ні қоссақ 8, 5-ке 2-ні қоссақ 7. 8-де 7,
Және мына жақтағы шаршылардың ауданы 2-де 2 4, 2-де 2 4, минус 8 дейміз. Сонда бізде ауданы 48 шығады екен. Осы кімге түсінікті? Ауданы 48 шығады екен. Келесі. Судың температурасы 90 градус Цельсийден 80 градус Цельсийге дейін төмендеу үшін қанша уақыт керек екенін табыңыз. 90-нан 80-ге дейін. 90 мен 85-дің арасында 2 минут 57 секунд, 85 пен 80-нің арасында 3 минут 42 секунд болады екен, е? Сонда мына екеуін қосатын болсақ, 6 минут 39 секунд шығады екен. Осы кімге түсінікті? 6 минут 39 секунд. Кейбір оқушыларда бұны есептеумен проблема пайда болуы мүмкін. Оны біз қалай шешеді екенбіз? Ой, не туда. Так, мына екеуін қалай қосамыз деген сұрақ туындайды. Подсказка айтам, қараңдар. 2 минут 57 секундты біз былай жазайық. 3 минут минус 3 секунд. Осы түсінікті ме? Яғни 2-де 57 деген сөз, ол 3 минутқа 3 секунд жетпей қалды деген сөз. Осы түсінікті ме? Плюс екіншісі 3 минут 42 секунд. Сонда мына екеуін қосатын болсақ, 3 минут пен 3 минут қосылады, 6 минут, және 42 секундтан 3 секунд азайтсақ, 39 секунд. Осы кімге түсінікті? Мынау ойша есептеудің әдісі. Мен мысалы мынаған қарадымда, 6 минут 39 секунд деп ойша есептеп қойдым. Сендерде солай есептегілерің келсе, бұлай қарауға болады. Мен айтқандай, 3 минут минус 3 секунд деп. Түсініктіға дейді, керемет. Мына сандар тізбегінен барлық жұп сандар, сонымен қатар 5-ке бөлінетін сандардың барлығы сызылып тасталған. Сызылмаған сандар санын табыңыз дейді. Жалпы мына жақта 21 сан бар екені белгілі. Осыдан жұп сандар өшірілді. Жұп сандардың саны бізде 10 штук. Енді сонымен қатар 5-ке бөлінетін сандардың барлығы сызылып тастады. 5-ке бөлінетін, бірақ 2-ге бөлінбейтін сандар керек бізде мына жақта. Яғни ол 5 және 15. 10 мен 20-ны оның алдында азайтып тастаған едік. Сонда сызылмаған 9 сан бар екен. Тіпті керек болса, сол 9 санды қазір тізіп жазып шығамыз. Бір, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Түсінікті ме? Кейбір оқушылар сәл түсінбеуі мүмкін. Хорошо, бұлай көрсетейін. Мынау бізде. Ладно, түсіндірмей қойыншы. Екінші жолмен. Егер А минус Б 4-ке тең болатын болса, онда 2 еселенген А минус 3Б қосу 3А қосу Б өрнегі мәнінің 2%-ін анықтаңыз дейді. Хорошо. 2 еселенген А минус 3Б деген жақшасын ашайық. 2А минус 6Б қосу 3А қосу Б дейді. Бұл деген сөз 5А минус 5Б. Бұл дегеніміз 5 еселенген А минус Б. Ол тең екен. 5 көбейтілген А минус Б дегеніміз 4. Сонда жауабы, әзірге мынау 20 шықты. Енді осының 2%-ын табатын болсақ, 20-ны көбейтеміз 100-ден 2-ге. Демек, мынау 100-ден 40 шығады екен. 100-ден 40 дегеніміз 5-тен 2. 5-тен 2 дегеніміз 0,4. Осы кімге түсінікті? Керемет. Төмендегі графикте жүргізушінің Нұр-Сұлтан қаласынан Көкшетау қаласына көлікпен жүріп өткен жылдамдығы берілген екен. Графикке қарап, жылдамдықтың өзгеріс ауқымын табыңыз. Мынау бізде В жылдамдық. Өзгеріс ауқымы деген 120 мен 40-тың айырмасы. Сонда ол 80-ге тең екен. Пониді жүріп қойды ма? Хорошо, бара ғой. Я тебе еще раз сделаю потом. Все, давай. Да, это я. Это ты. Келесі есеп. Айсұлтанның математикадан 2-ші тоқсан бойынша бағалары келесідей. 5, 4, 5, 5, 4, 3, 5, 5.
Айсұлтанның алған бағаларының арифметикалық. Айсұлтан. Айсұлтанның алған. Папа, Ахмат менің пониімді жыртып тастады. Снова распечатай дейді ғой. Кликмитингке қарайды да, папа, это ты дейді. Хорошо. Айсұлтанның осылай бір күліп бастасам, сосын тоқтау қиын. Айсұлтанның алған бағаларының арифметикалық ортасын табыңыз. Бұл есепте 5 рет 5 алған, 2 рет 4 алған, 1 рет 3 алған екен. Сонда 25 қосу 8, яғни 5 көбейту 5, қосу 4 көбейту 2, қосу 3. Ол тең екен 25 қосылған 8, қосылған 3. Сонда 36 екен. Сандардың қосындысы 36-ға тең екен. Бүкіл сандардың саны 5 қосу 2 қосу 1, яғни 8-ге тең екен. Мынаны қысқартатын болсақ, алымында бөлімінде 4-ке қысқартатын болсақ, 9 бөлінген 2 немесе 4,5 шығады екен. Жаттап алғансыз ба ағай дейді? Жоқ, мына есепке просто қарағаннан есімде сақталып қалып. Оны нейрофизиологияда рабочая память деп айтады. Қазір жұмыс істеп жатқан нәрсенді есте сақтау, ол рабочая память. Келесі. Диаграммада арманның нысананы көздеп ату жарысынан жинаған ұпайлар саны кескінделген екен. Ұпайлар санының модасын табыңыз. Мода дегеніміз жиі кездесетін сан. Біздің жағдайда жиі кездесіп тұрған сан 15 2 рет тұр, 20 2 рет тұр. Қалғандары бір реттен жазылып тұр. Демек, модасы 15 және 20. Хорошо? Би үйірмесіне қатысатын балалардың 27-сі ұлдар. Әр апта сайын 2 ұл 4 қыз келіп қосылып отырса, 3 аптадан кейін қыздар мен ұлдардың саны бірдей болады. Мына есепті құрастырған адам ешқашан танцияға қатыспағаны көрініп тұр. Себебі мен 4 жыл бойы биге қатыстым. Сол кезде байқайтыным, бізде бір ұлға 3 қыз болатын примерно. Қыздар мен қыздар билеп жүретін амал жоқтан. Жігіттер жетіспей. Мына есепті құрастырған адам керісінше қыздар аз, ұлдар көп деп есептеп қойыпты. Так, би үйірмесіне қатысатын балалардың 27-сі ұлдар. Апта сайын 2 ұл 4 қыз келіп қосылып отырса, 3 аптадан кейін қыздар мен ұлдардың саны бірдей болады. Бастапқыда би үйірмесіне қанша қыз болғанын табыңыз. Біз не байқадық? Апта сайын ұлдардың саны 2-ге өседі, қыздардың саны 4-ге өседі. Демек, қыздардың саны жігіттерге қарағанда 2-ге жақындайды екен. Осылай 3 аптада жақындаған болса, 2-еу тең болған болса, онда қыздардың саны 6-ға кем болған екен. Осы түсінікті ме? Сонда не байқадық? 27 қосылған 2 баладан 3 рет, 3 апта бойы, ол тең екен 21 қыз қосылған 4 қыздан 3 рет. Сонда как раз 2-еу теңеседі екен. 27 қосу 6, 33, 21 қосу 12, 33. Осы түсінікті ме? Бастапқыда қыздардың саны 21 болған екен. Келесі есеп. 8 оқушының ішінен құрамында 2 оқушыдан болатын неше топ құруға болады? Басқаша айтқанда, неше топ құруға болады дегенде. Жиырма 8 әртүрлі топ құруға болады екен. Осы түсінікті ме? 28 топ құруға болады. Келесі. Отбасы өздері тұратын пәтерін күрделі жөндеуден өткізу үшін келесі 3 фирманың қызметін пайдалануға болады.
кестеде фирма жұмыстарының түс қағаз жапсыру бойынша құны көрсетілген екен. Егер пәтердің түс қағаз жапсыратын бөліктерінің ауданы 65 квадрат метр болса, онда тиімді бағаны табыңыз. Оны қалай табамыз? Бізде 65 квадрат дегеніміз ол 41 квадраттан асып тұр. Демек, бірінші фирмадан алатын болса, 1 квадрат метрге 600 теңге алады. Осындай 65 квадрат бар екен. Және 10% скидка деген сөз, біз 10-нан 9-ға көбейтеміз деген сөз. Яғни 10% скидка деген сөз бүкіл 100%-ын 90%-ын төлейді. 100-ден 90 қысқартқан кезде 10-нан 9 шығады екен. Хорошо? Оның есептеуін қазір жазамын. Екінші фирмаға көшейік. 650 теңгеден 65 квадрат метр және 20% жеңілдік деп тұрса, 100-ден 80 немесе 5-тен 4-ке көбейтеміз деген сөз. Ол тиын екен, кейін есептеймін. Үшінші фирмаға келетін болсақ, 800 теңгеден 65 квадрат және 30% скидка деген 100-ден 70-ке көбейтеміз, яғни 10-нан 7-ге көбейтеміз деген сөз. Енді есептеп көрейік. Так, бірінші фирманы алатын болсақ, 600 көбейтілген 65 көбейтілген 0,9 35.100 деген сумма шығады екен. 35.100. Екінші фирма 650 теңгеден 65 квадрат көбейтілген 5-тен 4 немесе 0,8 дегеніміз ол 33.800 теңге екен. Үшінші фирмаға келетін болсақ, 800 теңгеден 65 квадрат көбейтілген 0,7 36.400 шықты. 36.400 шықты. Сонда ең арзаны 33.800 теңге екен. Ағай, 7 өзі формулада бармайды дейді. 7 деген қай 7-ні айтып жатсыз? 8-ге көбейткен дейді. Мынаны айтып жатсыз ба? Бағдат, мынау үшінші жағдай ма? Алдыңғы дейді, алдыңғы. Так. Естеріңізге сала кетейін. С n-нен k деген формула нені білдіреді? Ол дегеніміз n факториал бөлінген k факториал n минус k факториал. Мынау терудің формуласы. Біздің жағдайда c n-нен 2. c n-нен 2 дегенді сразу айтабам, қысқаша түрде n минус 1 бөлінген 2. Сонда біздің жағдайда 8 тұратын болса, 8 көбейту 7 бөлінген 2. Түсінікті ме? 8 көбейтілген 8 минус 1, яғни 7. Түсінікті ме? Вроде элементарно. Келесі есеп. Диаграммада математика пәнінен бақылау жұмысында сынып оқушыларының алған бағалары берілген екен. Диаграммадағы мәліметтерді пайдаланып, оқушылардың қанша проценті 4 пен 5 деген баға алғанын анықтаңыз. 4 пен 5 алғандарды есептейтін болсақ, 13 адам және 4 адам. Екеуін қосқан кезде 17 адам екен. Жалпы адамдардың саны 13 қосы 4-ке тағы да 7 мен 1-ді қосамыз. Яғни 25 адам екен. Енді қанша пайыз деген қалай табамыз? 100%-ға көбейтеміз. Ол дегеніміз 68%-ға тең екен. А жауабы 68%. Келесі, тәуелділік кестесіне сәйкес келетін функцияны анықтап, сұрақ белгісі орнындағы санды табыңыз. Көп жағдайда осындай есептерде сызықтық функция беріледі. Оны қалай анықтаймыз? X-іміз 1-ге өскен сайын Y бірдей санға өсетін болса, онда ол 100% сызықтық функция. Мұнда қарайық, 10, 11 жарым, 13, яғни 1 жарымға өсіп келе жатыр. Мен уже мұнаған қарамайық дальше түсінем. Келесісі 14,5 екен. Осы кімге түсінікті? 1 жарымға өсіп келе жатыр, мен де 1 жарымды қосып қоям келесісіне. Егер ағай дұрыстап түсіндіріңізші дейтін болсаңдар, айтайын, хорошо, сызықтық функция екенін байқадық, онда y тең kx плюс b. Енді k дегенді қалай анықтаймыз? Қаншаға артып жатыр y? X 1-ге артқанда, y 1 жарымға артқан болса, демек k-мыз 1 жарымға тең екен. 1 жарым x плюс b-ні қалай анықтаймыз? Қараңдар. Мына жақта x-ке 2-ні берсек не шығады? X-ке 2-ні берсек, 1 жарым көбейтілген 2, 3 шықты, онда y-міз 10 шығады. 10 тең екен, 3 қосылған қандай сан? 7. Бітті. Енді мына жақта 5-ті қойсақ, y тең екен, 1 жарымды 5-ке көбейтеміз. 7 жарым қосылған 7.
Сонда 14 жарым шығады екен. Түсінікті ме? Екі жолмен көрсетіп қойдым. Келесі есеп. Ауданы 420 гектар егістік жердің 7/2 бөлігіне жүгері егілді. Неше гектар жерге жүгері егілгендігін анықтаңыз. 420 көбейтілген 7-ден 2 дейміз. 420 мен 7-ні қысқартатын болсақ, мына жақта 60 шығады. 60 көбейтілген 2, 120-ны береді. 120 гектар екен. Ақниет минус дейді, қай жері түсініксіз, Ақниет айта қойыңыз. Так, Нұрәлиде 750 теңге ақша, ал Мәдиде 600 теңге ақша бар еді. Нұрәли Мәдиге қарағанда ойынға 2 есе көп ақша жұмсағанда, Нұрәлиде Мәдиге қарағанда 2 есе аз ақша қалды. Олар ойынға барлығы қанша ақша жұмсаған табыңыз. Мынау бізде Мәди болсын, мынау Нұрәли болсын. Мәдиде басында 600 теңге, Нұрәлиде басында 750 теңге. Енді біз не байқаймыз? Мәди n теңгеге ойыншы қалды дейік. Нұрәли 2n теңгеге ойыншы қалды. Сонда қалған ақшалары 600 минус n, Нұрәлиде 750 минус 2n. Сонда Нұрәлидің ақшасы Мәдиге қарағанда 2 есе аз болды. Демек, мына жаққа біз 2 еселеп көбейткен кезде екеуі теңесу керек. Осы түсінікті ме? Енді мына жақта жақшаны ашамыз. Жақшаны ашқан кезде 600 минус n тең екен 1500 минус 4n. Минус n-ге мына плюс 4n деп жіберетін болсақ, 3n шығады. Ол тең екен 1500 минус 600, яғни 900. Бізден сұрап тұрғаны ойынға қанша ақша жұмсаған барлығы. Барлығы қанша жұмсаған қалай табамыз? Мынау n жұмсады, мынау 2n жұмсады. Екеуін қосқанда 3n жұмсаған екен. Демек, осы іздеп жатқанымыз да 900 екені шықты. 600 минус n қайдан шықты? Ильяс, түсіндірейін. Мәди ойыншыққа n теңге жұмсады. Басында 600 теңгесі бар, n теңгесін ойыншыққа беріп қойды. Демек, ода қалатын ақша 600 минус n. Енді айтады, Нұрәли одан 2 есе көп ойыншы қалды. Яғни, Мәди 600 теңгесі болды да, мә деп n теңгесін беріп қойған болса, Нұрәлиде 750 теңге бар да, мә деп 2 рет n-ді жұмсаған. Сол үшін 750 минус 2n. Енді айтады, осы жағдайда Нұрәлидің ақшасы Мәдиге қарағанда 2 есе кем, 2 есе аз. 2 есе аз десе, демек, Нұрәлидегі ақшаның бар ақшаны копи-паст деп 2 еселесе, онда Мәдидің ақшасымен теңеседі деген сөз. Сол үшін біз мына жақта жақшаны ішіне алып, 2-ге көбейттік. Сол кезде екеуі теңеседі. Осы түсінікті ме? Енді жақшаны аштық. 600 минус n тең екен 1500 минус 4n. Енді минус 4n сол жаққа барған кезде плюс 4n болып кетеді. Сонда минус n плюс 4n дегеніміз 3n, осынан 3n-іміз 900 екен. 600 минус 300 плюс 1500 минус 1200 тең 600 емес бағай жауабы дейді. Құдайым-ау, Нұрай, бізден есептен нені сұрап тұр? Жалпы байқағаным, математикалық сауаттылықтың 80% оқу сауаттылығы екен. Олар ойынға барлығы қанша ақша жұмсағанын табыңыз, Нұрай. Сұрақ түсінікті ме? Қанша ақша жұмсаған дейді. Біріншісі n төлеген, екіншісі 2n ақша төлеген. Екеуін қосқан кезде 3n ақша төлеген. Біз таптық 3n 900-ге тең екенін. Сіздің айтып жатқаныңыз 600 деген ол қанша теңгесі қалды деген сияқты. И то ол жазғаныңыз қате. 600 теңге қалмайды. Өзіңіз есептеп көріңіз. 600 минус 300 десек 300 шығады. 750 минус 600 десек 150 қалады. Қалған ақшасы қанша десе 450 дейтін едік. Бізден сұрап жатқаны қанша ақша жұмсады. Біз таптық n плюс 2n, сонда 3n, яғни 900 теңге жұмсаған. Енді түсінікті болды ма, Нұрай? Жақсы. Келесі есепке көшеміз. Диаграммада берілген мәліметтерді пайдалана отырып,
Неміс тілін оқитын оқушылардың проценттік көрсеткішін табыңыз. Неміс тілінде оқитындардың саны 9, бүкіл оқушылардың саны 9 қосу 6 қосу 10, яғни 25. Енді осыны 100%-ға көбейтеміз. 25-тен 9-ды 100-ге көбейтетін болсақ, 25 пен 100 қысқарады, мына жақта 4 шығады, яғни 36% екен. 36% шығады екен. Келесі. Қорапта 2 ақ, 3 қара, 5 сары шарлар бар екен. Кездейсоқ таңдалған бір шардың қара түсті болу ықтималдығын табыңыз. Қара түсті дегеніміз ол міне 3. Ықтималдығы 3 бөлінген, бүкіл шарлардың саны 2 қосу 3 қосу 5 дегеніміз ол 10. Ықтималдығы 0,10-нан 3 екен. Келесі есеп. Тізбектес 5 натурал санының қосындысы 85-ке тең екен. Осы сандардың медианасын табыңыз. Оп-оңай 85 бөлінген 5, 17 шығады. Математикалық сауаттылық курсына қатысқан оқушылар біледі, егер қатар тұрған натурал сандар болатын болса, немесе жалпы арифметикалық прогрессия құрайтын сандар болатын болса, олардың медианасы да, арифметикалық ортасы да екеуі бірдей. Я? Енді мен не білем? 85. Қатар тұрған 5 санның қосындысы 85 болып тұр. Енді осының арифметика ортасы неге тең? 85 бөлінген 5, яғни 17. Медианасы да тура сол. Осы түсінікті ме? Егер бұлай түсіндірген жолым ұнамайтын болса, екінші жолын айтайын. Ортасында тұрған санды n деп алайық. Медианасы осы ғой. Оның алдында тұрған 2 сан n-2 және n-1. Осыдан кейінгі сан n+1 және n+2. Енді осылардың бәрін қосып шығатын болсақ, -2 мен 2 жойылады, -1 мен 1 жойылады, n-дері қосылған кезде 5n тең екен 85 болып шығады. Сонда медианасы тура мен жаңа айтқандай 17 екені шығады. Келесі. Қызыл, жасыл, көк, сары түсті 123 шар бар екен. Қызылдан басқа шарлардың саны 94. Демек, қызылдардың саны 123 минус 94. Сонда ол 29-ға тең екен. Келесі. Жасылдан басқа шарлар 81 екен. Онда жасылдардың саны 123 минус 81. Сонда ол 42-ке тең екен. Көктен басқа шарлар 89. Ой, тоқтаңдар. Не болып кетті? 34. Енді айтады. Қызыл шарлардың саны қанша? Ой, қызылдарды бірден тауып қойыппыз ғой. Мен басқа түсті сұрайма десем, сарыны сұрайма десем, жоқ, уже қызыл дегенді сразу жаңа бірінші есептен ақ табуға болатын еді. Бірінші есептеуден ақ көрініп тұр 29 екені. Сонда қалғандарын қарамайықта қойсақ болады. Мен тура осы есептің 2017 жылғы нұсқасы ма деп қалдым. О жақта сары түсті шарлардың саны қанша деп сұраған еді. Жақсы. Мына көбейтінді қандай цифрмен аяқталады? Мына көбейтіндіде арасында 10 деген сан бар екен. 10-ға көбейттік пе, демек 0 мен аяқталады деген сөз. Келесі есеп. Так, кестеде Ақкөл ауылындағы мектептердің 4 жылдағы мектеп бітіруші оқушылардың саны көрсетілген. Кестені пайдаланып төмендегі тұжырымдардың қайсысы ақиқат екенін табыңыз. Енді көрейік. 45, 35, 33, үшеуін қоссақ қанша шығады? 45 плюс 35, 80, 33-ті қоссақ 113. Екіншісі, 56 плюс 34 дегеніміз 90-ды береді, плюс 25 десек 115. Келесі 2016-да 61 қосу 43 қосу 39, 61 мен 39-ды қоссақ 100,
43-ті қоссақ 143. Енді төртіншісі 21, 13, 10. Сонда 44 оқушы шығады екен. Енді не байқаймыз? Ең көп деген ол үшінші, 2016 жылы. Енді көрейік, 2016 жылы ең көп мектеп түлектері бітірген. Онда осы бізде ақиқат тұжырым болып шығады. Түсінікті ме? Менің ойымша өте түсінікті. Келесі. Қала тұрғындарынан әкімшілікке келіп түскен өтініштердің соңғы 4 күндегі сандары берілген екен. Алғашқы 2 күнде келіп түскен өтініштер саны соңғы 2 күндегі келіп түскен өтініштер санынан қанша артық екендігін табыңыз. Алғашқы 2 күнде 120 қосу 10, сонда екеуін қосқанда 220 екен. Одан кейін соңғы 2 күндегі келіп түскен өтініштер саны 60 қосылған 80, яғни 140. Айырмасын табатын болсақ, 80 шығады екен. С жауабы. Төрт мысықты барлық мүмкін әдістермен 2-2-ден өлшеген кезде салмақтары мынандай болды. 4 мысықтың салмақтарының қосындысын табыңыз дейді. Табу қиын емес, қазір есептеп көрем ойша. 17 килограмм екен. 17 килограмм дегенді қайдан табам? Сендерге 2 жолын айтып бере аламын. Бірінші жолы ол логикалық түрде, екінші жолы ол кәдімгі теңдеулер жүйесі арқылы. Қайсысы қызық? Қайсысы қызық? Екеуінде көрсете аламын, қайсысын бірінші түсіндірейін. Екеуінде айтыңызшы дейді. Қазір логикамен есептеудің әдісі оп-оңай қазір. Так, мен ұстап тұрған суши палочкасының әрқайсысы бір мысық болсын. Хорошо? Әрқайсысы бір мысық болсын. Енді қараңдар. Мен қос-қостан есептеген кезде, мынаумен мынаны есептедім, мынаумен мынаны есептедім, мынаумен мынаны есептедім. Дұрыс қой? Сонда мына үшеуінің әрқайсысымен мынаны есептеп қойдым. Одан кейін мына екеуін есептедім, одан кейін мына екеуін есептедім. Одан кейін мына екеуін есептедім. Сонда не байқадық? Әр мысықты біз 3 реттен өлшейміз. Осы түсінікті ме? Әр мысықты 3 реттен өлшедік. Демек, мына бүкіл сандарды қосып шығатын болсақ, мына сандардың қосындысы жаңа ойша есептегенде 51 болған еді. 51. Қосындысы 51. Сонда мына қосынды дегеніміз әр мысықты 3 рет есептегендегі қосындысы. Түсінікті ме? 51 дегеніміз 3 еселенген бүкіл мысықтар. Сонда біз 51 дегенді 3-ке бөлетін болсақ, 17 шығады. Осы түсінікті ме? Ақылбек әлі түсінбедім дейді. Ақылбек, вроде түсінікті айтқан сияқты едім. 51 бөлінген 3. 51 бөлінген 3. Енді түсінбеген болсаңдар, неге 3 дейді? Құдайым-ау, Аружан. Хорошо, А плюс Б тең екен 7-ге. А плюс С тең екен 9-ға. А плюс Д тең екен... Ой, так. Хорошо, бұлай істейікші. Мұнан бәрін өсу реті бойынша орналастырайық. А, Б-дан кіші, ол С-дан кіші, ол Д-дан кіші. Енді А плюс Б, ең кішкентай салмақ 6. А плюс С, ол тең екен 7. А плюс Д, ол тең екен 8 мысалы. Б плюс С, ол тең екен 9-ға. Б плюс Д, ол тең екен 10-ға. С плюс Д, ол тең екен 11-ге. Енді мұнан бәрін қоссақ не шығады? Не шығады? Осыған қараңдаршы. А, 3А. Б, 3Б. С, яғни 3С. Д, 3Д.
Мына жақта жақшан сыртына 3-ті шығаратын болсақ, А плюс Б плюс С плюс Д 4 мысықтың массаларының қосындысы шықты. Енді мына 10 жағын есептейтін болсақ, 51 шықты. Не үшін именно 3-ке бөлеміз деген түсінікті болды ма? Сонда А плюс Б плюс С плюс Д тейін екен 51 бөлінген 3, яғни 17. 17 килограмм шығады екен. Мен сендерге былай да айтып жатырмын. Ол кәдімгі, білмеймін. Қазақтың бір жақсы сөзі бар, түсінбеген, дым түсінбейді деген. Сендерге уже ымдап көрсетіп жатырмын да. Осылай мысықтарды қосқан кезде осындай шықты деп. Енді жеткен шығар, иә, түсінген шығарсыңдар. Жақсы, онда келесі есепке көшейік. Қабырғалары жай сандар және периметрі 16-ға тең тіктөртбұрыштың ауданын табыңыз. Периметр дегеніміз бүкіл қабырғаларының қосындысы. Мына жақта бізде мынандай бір тіктөртбұрыш бар деп алайық. Енді осы тіктөртбұрыштың периметрі дегеніміз 2 А плюс Б екені түсінікті ме? Яғни периметр ол тең екен 2 еселенген А плюс Б. Ол тең екен 16-ға. Демек, А плюс Б деген 2 қабырғаның қосындысы 8-ге тең екен. Осы кімге түсінікті? Енді қосындысы 8 болатын жай сандар қандай? Мен осындай ғана 2 жай санды білем. Қосындысы 8 болатын. Онда көбейтіндісі, яғни мына тіктөртбұрыштың ауданы 3 көбейту 5, 15 екен. Түсінікті ме? 3 көбейту 5, 15-ті береді екен. Біреу айту мүмкін, ағай, неге 1 мен 7-ні алмадыңыз деп. 7 жай сан ғой. Ал 1 жай сан емес. Сол себепті алмадым. Қараңдар. Қосындысы 8 болатын қандай сандар бар? 1 мен 7, 2 мен 6, 3 мен 5, 4 мен 4. 1 мен 7-ні алсақ, 1 деген жай сан емес. 2 мен 6-ны алсақ, 2 жай сан, 6 жай сан емес. 3-ті алсақ жай сан, 5-ті алсақ жай сан. 3 пен 5 жай сандар. 4 пен 4-ті алсақ, екеуі де жай сан емес. Екеуі де құрама сан. Сол үшін біз именно 3 пен 5-ті алдық. Сонда көбейтіндісі 15-ке тең екен. Түсінікті ғой, құрама сан дегеніміз не дейді Нұрбол? Нұрбол, құрама сан дегеніміз жай емес сан. Басқаша айтқанда, бірмен өзінен басқа бөлгіштері бар сан. Мысалы, 4 деген санның 2 деген бөлгіші бар. Ал жай сан, мысалы, 5-ті алатын болсақ, ол тек қана 1-ге бөлінеді, және 5-тің өзіне бөлінеді. 6 дегенді алсақ, ол 2-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді. Демек, жай сан емес, құрама сан. Келесі есеп. Төмендегі графикте бір күннің ауа температурасының өзгерісі көрсетілген екен. Ауа температурасының арифметика ортасын табыңыз. Мына жақта мен айтқан эталондар әдісін қолдануға болады. Мысалы, мен орташа температура 6 деп алайын. Орташа температура 6 деп алайын. Сонда не шығады екен? 6 деп эталон бекітіп қойдық. Плюс бөлшек сызығы. Қазір мен мына жақтағы нені үлкейтіп жіберейін. Жазуды үлкейтеміз. 6 қосылған бөлшек сызығы. Мына жақта 2 дегеніміз минус 4, 4 дегеніміз минус 2, мына 4 дегеніміз минус 2, 6 дегеніміз 0, 10 дегеніміз плюс 4, 12 дегеніміз плюс 6, так, мынау 8 дегеніміз плюс 2, және мынау 2 дегеніміз минус 4. Осы түсінікті ме? Жалпы сандардың саны қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мынаны 8-ге бөлеміз. Енді көрейік. Минус 4 пен плюс 4 жойылды. Мынау минус 4 пен мына... Ой, не болып кетті керісінше. Кешіріңдер. Так. Минус 4 пен плюс 4 жойылды. Былай жасайық онда. Минус 2, минус 2, минус 4 деген минус 8. Как раз мынау 6, 2, екеуін қосындысы 8. Жойылды. Сонда жауабымыз 6 екен. Сонда жауабымыз 6 екен. Арифметикалық ортасы 6-ға тең.
Осы кімге түсінікті? Арифметика ортасы 6 шығады екен. Келесі есеп. 2 килограмм алма мен 1 килограмм банан 1000 теңге. 2 килограмм алма дегенде 2А деп жазайық. 1 килограмм банан плюс Б. Тең екен 1000 теңгеге. Я, банан. 2 килограмм банан мен 1 килограмм құрма. Құрманы Q дей салайық. Ол тең екен 1150 теңгеге. 1150 теңге шығады екен. 1 килограмм алма мен 2 килограмм құрма, 2Q қосылған 1 килограмм алма, А дейік. Ол тең екен. Е, алма, ням-ням. Сонда, енді мына үшеуін қосайық. Мен сабақ бітірем, сосын пони распечатать етем. Так, үшеуін қосып шығатын болсақ, не шығады екен? 2 алма плюс алма, 3 алма шығады. 2 банан плюс банан, 3 банан шығады. 2 құрма плюс құрма, 3 құрма шығады. Енді мынау тең екен 3150. 3150. Енді осыдан А плюс Б плюс Q десек. Осы түсінікті ме? Әзірге осы түсінікті ме? Енді бізден сұрап жатқаны, банан алмаға қарағанда қанша теңге қымбат дейді. Енді қараңдаршы мынаны. Банан алмаға қарағанда дегенде, мына екінші жолды қарайық. 2 банан дегеніміз, банан плюс құрма. Тең екен 1150. Осы түсінікті ме? Енді мынаны сол күйі қалдырсақ, мынаны минус 1-ге көбейтсек, яғни екінші жолдан бірінші жолды азайтсақ, құрма мен құрма кетті, банан мен банан кетті. Сонда банан минус алма тең екен 1150 минус 1050. Яғни банан минус алма тең екен 1150 минус 1050. Яғни 100 теңге шығады екен. Сонда банан алмаға қарағанда 100 теңге қымбат екен. Вода қың? Спасибо, мамы. Бар ғой. Сонда банан минус алма 100-ге тең екен. Осы есеп кімге түсінікті? Яғни, біз 3 жолды қостық, 3 еселенген алма плюс банан плюс құрма шықты. Ол 3150, 3-ке бөлдік, А плюс Б плюс Q 1050-ге тең екен. Енді 2Б плюс Q деген естеріңде болса 1150, сонда 2Б плюс Q дегенде банан плюс банан деп қойдық, Б плюс Б плюс Q. Сонда сол екінші жолдан бірінші жолды азайтсақ, Б, Б, Q, Q жойылады, Б минус А тең екен 100-ге. Бітті, есеп шықты. Келесі есебіміз. Айнұр 4, 5, 6, 7, 8 цифрларын қайталамай 5 таңбалы сандар құрастырды. Осы сандар арасында соны 57 санымен аяқталмайтын қанша сан бар екендігін табыңыз. Ол үшін біз не істейміз? Не жазғаным түсінікті ме? Яғни, 57 санымен аяқталмайтын сандардың санын табу үшін бізге барлық сандардың санынан 57-ге аяқталатындарды азайту керек. Логикасы түсінікті ме? Мысалы, Мысалы, сыныптағы абадогы жоқ қыздардың санын тап десе. Біз не істейміз? Бүкіл қыздардың санын аламыз да, абадогы барларын азайтамыз. Осы түсінікті ме? Мысалы, сыныпта 15 қыз болса, 5-еуінің абадогы болса, 15 минус 5 дедік, сонда 10 қыздың абадогы жоқ екен дейміз. Тура сол сияқты да, яғни мына жақта бүкіл осы цифрлардан құралған сандардың бәрін есептейміз, содан 57-ге аяқталатындарды азайтамыз.
Сонда 57-ге аяқталмайтын сандардың саны шықты. Осы кімге түсінікті? Енді мұнда 4, 5, 6, 7, 8 деген 5 сан екен. Онда ондай сандардың саны бізде 5 цифрдан құралған. Мына жақта 5 цифрдан құралған және әр цифры қайталанбайды, ешбір цифры қайталанбайды. Ондай сандардың саны бізде 5 факториал. Яғни естеріңде болса, бірінші санды 5 тәсілмен таңдаймыз, бірінші цифрды, екіншісін 4 тәсілмен, үшіншісін 3 тәсілмен, төртіншісін 2 тәсілмен, бесіншісін 1 тәсілмен таңдаған кезде өзара көбейтіп шығатын болсақ, 120 деген сан шығады. Енді осыдан азайтамыз. 57-ге аяқталатын деген ол қандай? Бізде 5 таңбалы сан дегеніміз ең соңында 57-мен аяқталса. Демек, мына бірінші цифрды 3 тәсілмен таңдаймыз, екінші цифрды 2 тәсілмен таңдаймыз, үшінші цифрды 1 тәсілмен таңдаймыз. Яғни ол 3 факториал екен, басқаша айтқанда. Яғни 120 минус 6 тең екен 114. Так. 114-ке тең екен. Енді қалай шыққаны түсінікті ме? Оп-оңай есеп, байқайтын болсақ. Еш қиындығы жоқ, оп-оңай есеп. Дұрыс жауабы С нұсқасы 114. Келесі. Диаграммада баскетбол командасының спортшыларының бойларының қаншама нені қолданған? Латын тілінде мынандай сөз бар, статус конструктус деген, яғни грамматикадан алынған сөз, бірдеңкенің бірдеңкесі деген. Мына жақта соны беталды қолдана беріпті. Командасының спортшыларының бойларының ұзындықтары сантиметрмен көрсетілген. Диаграммадағы көрсеткіштерді пайдаланып, баскетболшылардың орташа бойынан бойы кіші болатындарын табыңыз. Енді орташа бойы шамамен бір мынандай болсын деп елестетейік, Так, қазір. Орташа бойы мынандай деп елестететін болсақ, не байқаймыз? Мәди мен Серік орташасынан кіші емес. Демек, жауабында Мәди деген тұрса қате, Серік деген тұрса қате, Мәди деген тұрса қате, Серік деген тұрса қате. Демек, С жауабы дұрыс екен. Себебі Әлихан, Еркебұлан, Азамат осы орташадан кіші болады екен. Осы кімге түсінікті? Мынау таза логикамен байқасақ 3 секундта шығатын есеп. Қарадым, орташасы шамамен мынандай. Мәди точно о жақта жоқ, Серік точно о жақта жоқ. Өшіріп тастаймыз, сонда бір ғана дұрыс жауап шығады. 3 секундтың есебі. Егер математикалық сауаттылықты дұрыстап үйренетін болсаңдар, логиканы дамытатын болсаңдар, бір вариантты шамамен 4-8 минут аралығында шығарасыңдар. Ары кетсе 10-15 минутта шығаруға болады. Бәрі де оп-оңай. Ағай, мен бұны есептеп шығарып жүрмін ғой. Есептеп шығаратын болсан, не істейсің? Калькулятор аласың, немесе ойша, немесе қағазға жазып есептейсің. Так, 201, қосылған 205, қосылған 190, қосылған 180, қосылған 189, 965 шықты. Осыны 5-ке бөлеміз 193. 193-тен кішісі ол Әлихан 190, Еркебұлан 180, Азамат 189. Былай қарасақ, өте ұзақ жол екен. Мына жолмен 3 секундта былай шығара саласың. Келесі есеп. Сызбада квадратқа шеңбер іштей сызылған екен. Берілген квадраттың қабырғасы 10 см екендігі белгілі. Боялған бөліктің ауданын табыңыз дейді. Хорошо. Квадраттың қабырғасы 10 болса, демек мына дөңгелектің де диаметрі 10 екен. Демек радиусы 5. Сонда не түсінеміз? Квадраттың ауданы 10-ның квадраты, яғни 100. Осыдан азайтамыз. Пи-р квадрат, дөңгелектің ауданы 25 пи деген сөз. Бірақ бізде есептің берілгенде пи тен 3 деп ала сал деген. Хорошо. 100 минус 75, яғни 25 дейді екенбіз. Осы түсінікті ме? Так. Так, не понял. Сызбада квадратқа шеңбер іштей сызылған. Берілген квадраттың қабырғасы 10 см екендігі белгілі. Боялған бөліктің ауданын табыңыз. Боялған бөлігі сыртта ғой. Міне 25 тұр екен ғой. 25-ті таппай тұрсам, қайда тұр деп мына жақтан байқау қиындау.
Жауабын іздеп отырмын. 100 минус 75, 25 шығады. Келесі есеп. Таблицада айналайын, так, мынаны шығарған едік. Мына сандар тізбегінен барлық тақ сандар сонымен қатар 3-ке бөлінетін сандардың барлығы сызылып тасталған. Сызылмаған қанша сан қалды дейді. Мына 1-ден 17-ге дейін тақ сандарды өшіретін болсақ, жұп сандар ғана қалады. Олардың саны 8, яғни 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Енді осылардың ішінен 3-ке бөлінетін сандар сызылған. 6 мен 12. Сонда қанша сан қалды? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 санымыз қалған екен. Осы түсінікті ме? Ауладағы қаздар мен қояндардың бастарының саны 24, ал аяқтарының саны 74. Аулада неше қаз бар екендігін табыңыз. Мат сауаттылық курсын өткен балалар мынаны біледі. Оп-оңай шығып кетеді. Жауабы 11. Қалай тапқанымды үйретейін бе? То есть бір жолмен осылай шығара салуға болады. Егер не істеу керек екенін білсең. Қараңдар, мен мынандай логикамен көрсетейін. Бізде қаздар мен қояндардың саны 24. Енді біз былай алайық. Біздегі ауладағы жануарлардың бәрі де қоян деп елестетсек. Қоянның қанша аяғы бар? Қоянның қанша аяғы бар? 4. Енді біз елестетеміз. Осының бәрі қоян десек, аяқтарының саны қанша шығады? Келісесіңдер ме? Енді осыларға Гарри Поттер келсе, Гарри Поттер келіп, қоянус қазус десе, қанша аяқ азаяды? Яғни бір қоян, бір қазға айналып кетсе, қанша аяқ азаяды? Қанша аяқ азаяды? Бір ғана қоянымыз, бір ғана қазға айналып кетсе. Мен бүкіл қоян қазға айналып кетеді деген жоқпын, Ильяс. Егер бүкіл қояндар қаздарға айналып кететін болса, онда 2-ке бөлінетін еді. Так, шұғыламен Ильяс дұрыс жауап беріпті. Я, 2 аяқ азаяды. Себебі қоянда 4 аяқ, қоянымыз резко қазға айналып кетсе, 2 аяқ азаяды. Минус 2. Енді осындай бізде n қаз болса, осы түсінікті ме? n қаз болса, 2n-ге азаяды екен. Осы кімге түсінікті? Сол кезде мынау 74 шығады екен. Енді осыдан мен ала салдым. Түсінікті ме? 96 минус 74 бөлінген 2 дегенде мен осыдан алдым. Енді түсінікті ме? 96-тан 74-ті азайтсақ 22, 2-ке бөлсек 11 екені шығады. Демек бізде 11 қаз бар екен. Енді бізден керісінше сұраса ше. Керісінше сұраса, қояндар санын тап десе. Онда біз керісінше істейміз. Қояндар санын тап деді. Онда қалай істейміз? Мына 24-тің бәрі қаз деп елестетеміз. Онда аяқтарының саны 48 болып кетеді. Плюс, енді қазус, қоянус деп бір қазды қоянға айналдырсақ, 2 аяқ қосылады. Осылай n рет айтатын болсақ, 2n аяқ қосылады. Мынау 74-ке тең екен. Осы түсінікті ме? Сонда 74 минус 48 дегеніміз 26-ға тең екен. Осыдан n-іміз 13 екені шығады. Осы кімге түсінікті? Әр қашанда бізден сұралып жатқан жануарды басында алмаймыз. Яғни, басқа жануарды басында аламыз да, бүкіл жануарлар, егер қазды сұраса, бүкіл жануарлар қоян дейміз. Қоянды сұраса, бүкіл жануарлар қаз дейміз. Содан кейін жаңағыдай қазус, қоянус, қоянус, қазус деп Гарри Поттерді іске қосамыз. Түсінікті ме? Так, сендерге сұрақ бар.
Қаңтар ұбт-сынан қанша ұпай жинадық? Кім қанша ұпай жинады? Мат сауаттылығы қызық болып тұр маған. Мат сауаттылықтан қанша жинадық? 13 дейді. Дамира 13, молодцы. Аружан 15. Ага, Ильяс 12, мат сауаттылық 12 дейді. Так, Нұркен 10. Шұғыла 11, Айсұлтан 11. Хорошо, қалғандары өз нәтижесін жазуға ұялып тұр ма? Меруерт, тағы да бір Ильяс, Дарын, Ақылбек, Айнара, Нұркен, Мира, Мирей, Лаура, Ками, Жібек, Асия, Аруна, Аружан, Ақниет, Ақжан, Ақбота. Менде 11 дейді. Ага, 14, 13. Керемет. Айнара 11 дейді. Осы жерде жоғары ұпай жинап жатқандар математикалық сауаттылық курсын өттіңдер ма? Мына жақта таныс есімдерді көріп отырмын. Ага, бәсе, біздің оқушылар 14-15 деген жақсы нәтижелер алған еді. Так, Айсұлтан енді өтіп жатырмын дейді. Я, мат сауаттылық 28 дейді. Керемет. Ақылбек 14 жинаған, мат сауаттылық 28. Мә, сен өткен жыл өттің ба сонда? 2019-да. Так, хорошо. Егер мат сауаттылық курсына қатысатын болсаңдар, жақсы жаңалығым бар. Біздің есептеріміз аяқталды бүгін талдаған. Бүгінгі сабақта біз 50-00 деген нұсқадан бастап 50-10 деген нұсқаға дейін талдап қойдық. Яғни 10 нұсқаның бәрінде талдап өттік. Назарларыңызға рахмет. Осы айда өтетін мат сауаттылық соңғы ағым болуы мүмкін. Соны айтып кетейін. Кейін ой ағай білмедім деген сөз болмасын. Ағай, пожалуйста, тағы да өтініші, мен білмеген едім деген сөз болмасын деп назарларымды аударып айтып жатырмын. Осы айдағы математикалық сауаттылық курсы соңғы ағым болуы мүмкін. Себебі наурыз айында Құдай қаласа, егер сабақ бастайтын болсам, онда соңғы 2 сабағы оразаға түседі екен. Егер сәуір айының курсын өтетін болсам, онда 6 сабағы оразаға түсейін деп тұр. Сол себепті өтпей қоюы мүмкін. Алдын ала айтып қоям. Сосын ойбай ағай білмедім деген сұрақ болмасын. Тағы да өткізіңізші деген болмасын. Әлімізге қарап, өтетінізді, өтпейтінізді шешеміз келесі айда. Енді осы айда ОБТ академиясының курстарына жазылған бүкіл оқушыларға бәріне қалай үлгерем және эмоционалды күйіну синдромы деген 2 курсты сыйлыққа береміз. Осы акцияға түсу үшін 21 ақпан күні 22:00-ге дейін төлем жасап үлгеру керек. Осы түсінікті ме? Келесі аптада кешігіп, ой ағай үлгермедім, енді қосылайыншы деген балаларды жақсы курсқа қабылдаймыз, бірақ жаңағы 2 курс сыйлық ретінде берілмейді. Осы түсінікті ме? 2 курсты да көретін болсаңдар, бәріне қалай үлгерем курсы не туралы? Ол яғни уақытынды үнемдеуге арналған, уақытынды тиімді қолдануға арналған. Осы курсты өтудің арқасында өзіңнің ОБТ-ға деген дайындығының тиімділігін арттырасың. Яғни аз уақыт жұмсап, көп нәтижеге жетесің. Енді эмоционалды күйіну синдромы дегеніміз не? Мысалы, мен ОБТ академиясының оқушыларына осы курстың тестін өтуге берген едім. Қазір көрсетейін. Эмоционалды күйіну синдромы дегеніміз өте қиын бір ауру десе болады. Және мен мысалы балаларға тест берген едім, 20 ұпайдың 5-нен артық жинаған болсам, демек сен осы ауруға шалдықтың деген сөз. Енді эмоционалды күйіну синдромының жаман жері, ол адамды депрессияға дейін, тіпті ауруға дейін апаруы мүмкін. Ол өте қауіпті нәрсе, адам шаршайды, мазасызданады. Енді сендер қазір мысалы ОБТ-ға дайындалып жүрсіңдер, байқаған шығарсыңдар, иә? Бір кездері күшін өте көп болып тұрады. Кәдімгідей көзін жанып, қол аяғын бүйтіп, тонус болып, мықты болып, есеп шығарасың, жаттайсың, оқисың, шаршамай жүресің. Бір күн ұйықтамайсың, 2 күн ұйықтамайсың, былай жүресің да, одан кейін бір кезде қатты шаршайсың.
тұра алмайсың, тұрудың өзі бір қиын болып кетеді. Қатты шаршап, әрең дегенде өзіңді оқытасың, кітап оқисың, есеп шығарасың, формула жаттайсың. Егер осыны жалғастыра беретін болсаң, онда бір кезде жестко мазасыздана бастайсың. Тіпті истерика болып кетуі мүмкін. Адам кәдімгідей жылап қалуы мүмкін, әсіресе қыздарда сондай кездесуі мүмкін. Қатты жаңағыдай эмоционалды күйінуге шалдығып, бірінші, екінші стадиядан өтіп, үшінші стадиясына түскен кезде қыздарда кәдімгідей истерика болуы мүмкін. Өзіме өзі жылап қалуы мүмкін, отырып жылай береді, грустный әндер қосып қояды. Одан кейін немесе истерический күлкі болуы мүмкін. Адам ха-ха-ха деп өзіме өзі күле беріп қоймауы мүмкін. Ол осы эмоционалды күйіну синдромының белгілері. Егер адам бірінші, екінші, үшінші стадиядан өтіп, төртінші немесе бесінші стадияға өтетін болса, адамда кәдімгідей қиын ауру, өте бір жаман ауру немесе депрессия пайда болуы мүмкін. Яғни осы өте қауіпті нәрсе болғандықтан мен сендерге осы пайдалы болады деген ниетпен осыны түсіріп жатырмын курсты. Жалпы білетін болсаңдар, Қазақстан жасөспірімдер арасындағы және жастар арасындағы суицид статистикасында өте жоғары позицияда. Қазақстанда, яғни процент бойынша есептейтін болса, суицид өте кең таралған. Соның бір себептерінің бірі осы эмоционалды күйіну синдромын емдемеу. Жақсы ма? Егер осыны алдын ала емдемейтін болса, адам суицидке дейін баруы мүмкін. Сол үшін осындай курсты қосып қоямыз. Бірақ осы жексенбі күні жазылған адамдарға доступ ашып береміз. Одан кейінгі жазылғандарға доступ ашпаймыз. Жақсы ма? Так, жарайды, онда осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі тегін сабақтарда кездескенше, немесе курсқа жазылатын оқушыларға айтарым, курста кездескенше. Сау болыңдар. Назарларыңа